Полфарма Групп еліміздегі дәрілік препараттар өндірісін ұлғайтуға 60 миллион евро инвестиция бөледі. Қаржы өндірісте озық технологияларды енгізіп, GMP халықаралық сапа стандарттарына сай заманауи дәрі-дәрмектер шығаруға мүмкіндік береді. Бұл компанияның еліміздің импортқа тәуелділігін төмендетіп, фармацевтикалық өндірісті жергіліктендіруге бағытталған кезекті стратегиялық қадамы. Соңғы 15 жылда компания еліміздің экономикасына 130 миллион доллардан астам қаржы салған. Елдегі дәрі-дәрмектің әр 5-ші қаптамасы компанияның Шымкенттегі зауытында өндіріледі. Бірақ бұл бастамасы ғана. Енді GMP халықаралық сапа стандарттарына сай дәрілік препараттар өндірісін дамытуға 60 миллион евро бөлу жоспарланып отыр. There is security of electricity, security, military, food security, but also pharmaceutical product, which when they are during a pandemic, everybody is closed the border, and there is no import. That's why having the local industry is giving the transform to the security of the country. Компания қолданатын цифрлық технологияларда осы мақсатқа бағытталған. Мәселен, омниканалды байланыс жүйесі арқылы дәрігерлер қалаған уақытында препараттар туралы қажетті ақпарат ала алады. Ал жасанды интеллект камерадан қызметкерлердің жұмысын бақылап, ағаттық жіберген болса, басшылыққа хабарлайды. We're providing on a global level digital upskilling for all of our people, which I think is also in the current time is something that we have to offer to our employees, because they're saying, hey, these are the skills of the future. I want to learn it at work. Please provide me this opportunity. So there is a win-win for everyone, because it's a win for the Kazakh patient, it's a win for the employees, it's a win for us as a company. So this is pretty much a home run. Полфарманың Қазақстанның денсаулық сақтау жүйесін нығайтуға қосқан көп жылдық үлесі мемлекет тарапынан жоғары бағаланып отыр. Журда президент бақылау кеңесінің төрағасы Ежи Старокты шетелдік инвесторлар кеңесінің 38-ші пленарлық отырысында мемлекеттік маңызы зор достық орденімен марапаттады. I see this warrant is only as a personal recognition, but the recognition of the all Polpharma Group and Polpharma Santo, who are working every day for the patient. Осылайша мемлекет пен бизнестің бірлескен күш-жігері елдегі фармацевтика саласының тұрақтылығын қамтамасыз етіп отыр. Полфарма Санто мемлекеттік денсаулық сақтау жүйесінің сенімді серіктесі және өндірісті жергіліктендіру бағдарламасының белсенді қатысушысы. Ал компания үшін Қазақстан стратегиялық маңызға ие инвестициялық бағыт. Сымбат Серікқызы, Асқар Айткен, Амирибатов, Атамекен бизнес.